Салам достар, менің каналымға қош келдіңдер. Лайк басыңдар, лайктан шықпасты. Менің қонақта мамасы Анара. И красавчик, конечно же, біз бүгін 24 сағат сиде боламыз. көк түсте өмір сүретін боламыз. Кім сүреді бірақ өмірді? Фатима сүреді. Красавчикаларыңыз 24 сағат бойы мынандай көк түсте өмір сүретін болады. Қазір қараңыздар, үстіне көк түсті киім киіп алды. Фатимаға поддержка ретінде мен де киіп алдым көк түсті киім. Және де біз қазір бізбен бірге шығатын Мұстафаға да інісіне де көк түсті киімдер кидіріп алатын боламыз. Қазір бәрін көрсетеміз. Иә, сөйтіп біз үшеуміз көшеге шығып красавчикаға көк түсті заттар іздейміз. Ары қарай енді сіздерге өте қызықты болады. Жейтін көк түсті тамақтар, ойыншықтар, раскраска, білмейміз енді не бар. Сок бар ғой, енді. Үші сок аламыз, иә? Сок жасы бар ғой. Көк десе. Көкші. Сондай көк түсті тамақтар бәрін алатын боламыз. Ал сіздер экраннан алыстамастан бір не істеу керек? Лайк подписку керек. Иә. И подписаться керек. Фатиманың каналында біраз болды, видео шықпағалы. Егер көп видео шықсын десеңіздер, міндетті түрде лайк басыңыздар. Және де комментарийға келесі қандай түсте өмір сүрсін Фатима, соны жазып кетіңіздер. Жолты ма, жасыл ма, білмеймін. Иә, өздеріңіз ең жақсы көретін түстеріңізді жазыңыздар. Біз іштеріңізде біреуіңіздікін таңдап, соған түсіретін боламыз. Мақтағада кафеге берейікші. Кафеде көк түсті тамақ жоқ қой. Жоқ, көк түсті тамақ. Жынды болмайды. Кеттік олай болса. Мінеке қараңыздар, мынау Мұстафаның көк түсті чуть-чуть қалыңдау комбинезоны, көк шапкасы, даже аузын сүртетін беторамалының өзі ода көк түс қылып жасап алдық, чтобы Фатимаға поддержка беру үшін. Сондықтан сіздер де қолдай отырыңыздар. Ал біз қазір сіздерге Мұстафаны көрсетейік. Ішінен киетін киімін де көк қылып алдық. Мінеки, менің өзімнің киімім де көк. Асты да үсті де көк. Біз әдейі Фатимаға көмектесу үшін киініп жатырмыз. Қараңыздар, міне Мұстафаның даже бутылкасын салатын термосы да көк екен, е? Мұстафаның ішінен киіп жатқан киімі де көк. Мінеки, қазір сыртынан жаңағы киімін кигіземіз. Сіздерге біздің видеомыз, көк түсті видеомыз ұнап жатыр ма? Комментарийға жазып кетіңіздер, ұнап жатыр, ұнамай жатыр деп. Біз сонымен жұмыс істейтін боламыз. Мінеки, біз бәріміз шықтық. Бутылка, сумка, красавчик, нерде міне қолында Мұстафа. Темно-синий арудың өзі, иә, шынымен ақ. Біз кеттік. Міне Мұстафа деген жігіт, коляскасы машинада. Коляскасы синий. Машинамен жүреміз бе, жүрмейміз бе, білмеймін, жаяу жүруге тырысамыз. Себебі көп жүру керек далада. Аружан мектебіне кетті. Молодец, жолды көріп, анадан айналып өтіп баратыр, үйреніпті қызым. Сол челленджімізді түсіруге кетіп бара жатырмыз. Біз магазинге келдік, енді бомба алам дейді. Кешке үйге барғаннан кейін баласын ваннаға түсірем дейді. Өзі бірге. Өзім түсірем. Өзі ғой. Соған осындай бомба алып жатыр. Охо. Синий же? Алғың кеп тұр ма? Көк Қараңыздар, мыналарының бәрі, оказывается, оригинал. Бізде Фатимада мынау болды. Біз именно көк цветтерін қарап жатырмыз. Фатимаға мынау ұнап тұр да, розовый. Бірақ енді челлендж көк цвет болғандықтан оны алмайым деп тұр. Енді таңда деп жатырмын. Не оригинал Барби, бұның үлкені болды, сіздер білесіздер. Мынау лол, либо лол. Қараңыздар, лолдың мынандайы, бала, кішкентай бала, немесе мынандай. Немесе мынаны ал деп тұрмын да, қайсын аласың десем. Қайта жоқсын. Әлі ойланып алсын қазір. Нақты. Мынау темно-синий да. Бұда не бар ішін? Мына жағын көрсетші. Бұда қыз кукла екен да. Ой, сенде қыз кукла көп қой, лолдар.
Қазір ойланып алайық, сосын айтамыз. Мына көк мысық. Ал енді көк түсті челленджіміз не болды? Розовыйға айналып баратыр. Мына розовыйды алғысы кеп тұр, балалар, не істейміз? Ұрсасыздар ма? Жатпайды челленджге дейсіздер ма? Бұл қандай күшті мысық екен, қазір шын көрсетеміз сіздерге. Бұндай Фатимада болған емес. Сіздерге көрсеткен жоқпыз бұндай мысықты біз. Қандай? Осындай мысық. Осындай мысық алмадық. Мынандай мысық. Мынау просто кішкентай болып тұр да. Мынадан да мысық шыға ма? Мысық. Маленький мысық, да? Но именно сіз қолында анау. Иә. Бұдан не Бұл иттер. Иттер. Ашылғаны жоқ па сіздерде? Жаңа мысық сияқты. Фатима, мынадан иттер шығады екен, енді челлендж бұзбай ақ қоямыз ау. Осыны ала бересің ау. Келесіде розовыйды алып берем. Келесі аптада. Иә, келесі аптада розовый түсір деп жазыңыздар, иә, челленджді. Сол кезде біз осы розовыйды келіп аламыз. Ит шығады дейді, міне мынандай қара. Мынандай иттер шығады екен. Ну все, көндірдік әйтеуір. Міне мынандай, енді қазір тағы қарайық не бар екен. Мына единорог па бұл? Единорог, да? Осынысы киіп апты енді. Мынау не болды? Фатима? Мына қолындағысы тоже единорог, басында өзінде де единорог. Бұны да алам дейді. Аласың ба? Көр, бірінші дұрыстап көріп ал. Анан басқан кезде үйден көрсетеміз ғой, құлағы тұрады екен. Баламды ұмытып кеткесің ғой. Болды, жарайды, осыны алайық, е? Болды. Зинкалар қарап жатырмыз, енді шашын буғанға. Во, Фатима, смотри, мынандай алайық па? Міне ішінде көгі бар екен. Е, осыны ала берейік, е? Оны алмайсың ба, не мынаны? Ұнамай қалды ма, не? Неге? Мұрнын тыржитып тұр, алмайым дейді. Жарайды, алмасаң. Мынаны алмайтын болдық, ұнамай қапты. Жаңағы мысық міне мынандай ғой. Мынандай шығады ішінен ше. Өзінің зарплатасынан 5000 теңгесін беріп жатыр. Қалғанын мен төлеймін енді. Все, тәтем дайын. Мә чекті ішіне салып қой, пакеттің ішіне салып қой. Енді тамақтарын аламыз. Енді тамақтарын алып жатыр. Айша екеуіне. Қолыңа ұстап жүр, е? Айша екеуіне 2 барни алды. Енді ішетін сок алайық жүр. Көп алмаған нес? Ну, жынды қызы. Ал жарайды. 6 штугын бірақ алған ғой. Қолына ұстап жүр барлығы затын. Ауыр емес па? Жүр енді фантаң тұстайсың қазір қолыңа. Фанталам дейді соктан. Чипсы алып тағы да вредный еда деп. Болмайды ғой десем қоймай тұр. Жүр ал. Көк фанта болатын еді ғой, таба алмай тұрмыз. Жүр енді басқа жерден қараймыз. Іздеп табайық, Фатима. Болмайды. Ол деген нені аласақсы кеп тұр, пепсиді. Короче, іздеп жүрміз ғой, не бар жейтін деп супермаркеттің ішін аралап баламен. Енді сок қалды, алмаған. Пока қалғандар жетеді деп ойлаймыз. Көк түсті фанта жоқ дейді. Не істейміз енді? Болмайды ондай. Ол көк емес. Іші көк керек. Білмеймін, мынандай пепси ала саламыз ба? Пепси іше аласың ба? Зиян ғой ол да. Іше салады ол бәрі. Короче, бір пепси алам енді. Постоянно ішпейді, арасында ғана ішіп тұрады. Су ішеді в основном, е? Көп ішкізбейтін болам. Заттарды міне колясканың аяқ жағына өстіп қойып алдық. Себебі көтере алмаймын, еще не алмаған. Недандай, корзина алмаған. Ана йогуртты азайтайықшы, Фатима. 4-еуін аласыз, е? Ужас. Ей, сүйме. Кеттік ал жарайды. Қазақстан шоколад аламыз, давай. Өзіне арнаған 1 штук жетеді. Ал жүр. Кассаға кеттік біз. Мен де стенші маған да қалдысы. Маған да қалды бұны сіздіге.
Маған да қалды бұл нәрсе. Я Онда тоқта, мынандайларды саған қалдырам. Cipsi сондай қалып тұр. Маған. Мә, өзім істеймін деп қоймай тұр. Бір-ақ рет істейсің. Болды, ар жаққа қой. Мә, істей алады тәтен. Иә, давай. Бір-ақ рет істе. Тоқта, мен 2 рет деймін. Аха, давай ал. Көрдіңіздер ғой, бәрін істеп жатыр өзі. Ай, молодец. Добавить пакет. Или пакет керек емес, қана пакеттің бар, я? Кафеге келдік. Тамақ ішейік деп жатырмыз. Аха, ой, рахмет. Аха. Тамақ ішейік деп жатырмыз. Бұл болса шыдамсызданып өліп баратыр. Тез-тез жегісі кеп. Көк түсті тамақ жоқ кафеде. Сол үшін амалы жоқ. Йогуртим. Көк түсті йогуртын жейді. Ал ас болсын. Достар, Фатиманың каналына мен келдім. Бәріңізге сәлем, мен бізде бәрі бармын. Короче, достар, енді біз үйге келген кезде Фатима сразу, конечно же, іші пысып, шыдамы таусылып, осы ойыншықты алған ашайын деп жатыр. Уже. Енді мен ашайын деп жатыр, өйткені мамам Мұстафа бар, енді өздеріңізде білетін шығарсыз, сол үшін. Аша берем, Аша. Давай. Фатима уже не терпится, да, Эй, О, көрсетіп ашшы, пожалуйста. Сейчас поставим. О, давай, Фати, я тебе верю. Аша, ты не мешаешь, можно я сделаю? Да лучше вот так вот делать. А, что-то можно? Вот, вот так. Ты должен ножницы. Значит, надо единорожку заварить. Интересно. Теперь ключик. У нас сперва... Оп! Вот такой вот пушистик у нас. И пакетики. Боже, где-то сюрприз шығады деген. Бірақ жоқ, олай емес. Олай емес па? Ja. Давайте бірінші мынаны ашайық. Яйцоны ашайық. Мынандай қараңыз арасындай. Міне, сондай фея. Смотри, вот тут вот такая вот. Да, фея, мынандай фея. Енді мынаны ашайық. Тезірек. Енді мынаны ашайық. О боже, опять что ли? Здесь вот такая вот инструкция. Так, что Вот нам коллекция. Что нам попасть? Нам попасть. Скажи. Так, что там? Показывай давай. Вот такая вот красотка у нас. Научи силикон сияқты бар, кішкене жұмсақ қара. Да. Мында осындай пока что екізат. Но, блин, мне кажется, что это не стоит 10 000 тенге. Это вообще какая-то фигня 10 000 тенге. А что-то там еще. Вот такая вот что-то такое. Ты дура? Что ты открыла? Это Смотрите, кажется надо такая... Magic Color Mix Poop тебе. Это кажется слайм. Ну, это типа слайм, но это не слайм. Это пластилин, короче. Бірінші пакетигінде қараңыздар осындай Я. сары түсті легкий пластилин шықты. Я. Екіншіде ақ түсті ма? Я. Их надо смешивать. Да, давай смешаем. А там инструкции надо посмотреть. На наша вещь Но похожа. они старые будут пакетик варить. Я думала, это мусор. Это не можно открывать. Так, я пока буду смешивать, а ты открывай. Окей. Я думаю, он такой липкий Давайте бить. и вонючий. Что там? Скорее открывай. Это наклейка. Это, кажется, наклейка. Бұл я осторожно наклейкалар. Бізге мынау шықты. Так, я сейчас смешаю. Және... А, вот, он питомец мынау, короче. Ну, похоже, конечно. Ну, в общем, мынаны аю деп ойлап қалдым басында. Менде. Мынаның, короче, мына жерлерін тығып тастаған. Почему-то хотя бы бүйтіп шығып тұру керек. Короче, вообще не в тему ойыншық. Это можно купить с базарда за 500 тенге. Я не понимаю. Вообще, достар. Вот такой вот цвет у нас. Зеленый. Зеленый. И сарой. А, точно, сарен. Так, у нас какая? Так, давай посмотрим здесь коллекцию. Сонда просто так, серьезно? Мына жерге мына қараңыздар. Сондай
специально бір штучка тұр. Соған, мне кажется, надо салуға. Давай, растекем туда. Чтобы оттуда вышла формочка, короче. Вообще фигня, капец. Я бы такой не покупала. Сіздерге не советую, потому что был 10 000 тенге вообще не стоящий зат. Вообще только что он, смотрите, там наклейка зато. И что? Так, За 10 000 наклейка не очень. Ал красапеткаларыңыз енді мінеки үстіне көк двойка киіп алды шортыйымен. Чипсыйын ашып жатыр. Сметана и зелень. Көк түсті. Сонымен қатар Фатима не көріп жатыр? Чипсы жеп отырып, гамбл көріп жатыр. Гамбл деген көк түсті ғой, көк түсті кейіпкері. Сол үшін біз гамблды қостық. Көк адаммен көк чипсы и өзі көк болып отырып, осыны көреді. Міне көк адамы міне мынау ғой. Осы туралы. Осы көк адамды көріп отырып, чипсы жейді, Фатима? тек қана мына адамды көрем. Аха. Тек сол көкті ғана көреді, короче. Ал енді Фатима раскраска бояғалы жатыр, қараңыздар. Енді саған қандай түстер қолдану керек, Фатима? Тек көк түстер мінеке. Бір көк, 2-3 түрлі көгі бар екен. Амал жоқ, енді челлендж көк болғандықтан біз бәрін көк, міне көк ручка. Қарандашың қайда көк қарандаштарың? Қазір көк қарандаштарын әкеледі. Соны разный ғып, мына принцесса мен қоянды көк түспен бояу керек. Қазір боябасын сіздерге көрсетеміз. Мінеки красапетка, тек көк түстер, қараңыздар. Көйлегінің асты ақ, туфли ақ. И көк, мынау да көкке жетеді ғой енді. Аша ғой. Аша ғой енді. Аша ғой ботам. Жарайден көрсете сал. Ұрыспаңыздар енді, байқамай қалдық біз. Жазбаңыздар сосын. Красапетка басқа түс қолдан тұстады деп ал, давай. Ал. Жей бітпен көйлегінің үстін көрсетіктен болмайды ғой. Аша сал, ұрыспайды ешкім, давай. Больше комментариев ставим. А? Больше комментариев ставим. Давай ал. Комментарий жазсаңдар ал, комментарийға ұрыспаймыз деп жазып тастасын дейді. Комментарийға ұрыспаймыз деп жазыңдар. Көрсетеді ал. 1, 2, 3. Болды, ұрыспаңыздар. Байқамай қалдық. Нандай цвет қосып қойдық енді. Короче, көйлек осындай цветті. И қояны қараңыздар, әдемі қоян ғой, Мұстафа сияқты қоян ғой. Хорошо, именно волос красивый. Шаштары разноцветный, әдемі енді. Өзі прям қуанып жүр, қызым деген күшті боян деп. Көк түстерден де осындай қылып әдемі киіндіруге болады екен, иә қызым? Аха. Бүткіл картинкалар осында тұрады, осыдан кейін неге барады? Папкаға барады, короче. Әдемі көрінеді екен ғой, міне. Әдемі көрініп тұр. Барни қалып еді. Красапеточка моя. Барниң шығып. Жаным сол. Не істеп жатсың? Мен мынандай ойнап жатырмын, мына былай істеуге болады. Тока-бока ма бұл? Жоқ, Енді. білмеймін не, маған сайда сөйтіп берді. Сайда осындай ойын көшіріп берді ма? Сол барниң, не барниң жеп отырып ойнай ғой. Соғыңнан құйып берейін бе? Қазір. Кабамес. Красапеткамды шақырып алдым. Көк, мынандай көк стаканға
осындай трубочка. Мә, красапетка. Барнигіңмен. Ас болсын бұтым. Біз тамақ ішіп отырмыз, тамақ жеп жатырмыз. Ол болса барни жеп, әр нәрсе жеп жүр. Бағанағы алған бомбочкасын. Әке саған ашып берем кісін. Я қазір ашып саған береді Фатима. Ваннаға мына бөпесін шомылдырып, осы бомбочкасымен ойнамақшы Фатима деген. Көк шампуньмен басын жуады, я? Саған да болады. Реально. Кстати, көк купальник жоқ. Бізде көк купальник таппадық. Ішінде мынандай көк цветтер бар енді. Тағы да ұрыспаңыздар. Біз білмей қалдық купальник керек екен. Ата сатып алатын едік, я, барып көк купальник. Сатып алатын, бірақ ұмыт қалдық та. Пландамай қаппыз. План істемей қалдық. Істемей қалдық. Достар, больше такого не повторите. Менен нақты істейін бар ғой. Енді қайталамайын достар деп тұр ғой сіздерге. Қайталамайды. Мұстафа ғой мынау, Мұстафа. Чисто Мұстафа мынау. Ала ғой Фатима. Күте тұраш. Өз істесін. Дальше мен істейші. Давай, бері Саша, Аружан. Қазір сен қолың суық, сенің суылдырасың. Вау. Көрсетші бізге. Астын көрсетші енді, арт жағын. Бірден екен ғой. Сала ғой. Ал, көрсетейік. Не трогай. Надо так. Я видела в мультиках. Енді былай шар. Шығарамызда сосын... Айбай, мама. Иісі күшті ғой. Тиіспеңдер жана, бұжылдағанын көрейікші, пожалуйста. Бұжылдағаны қай. Таста енді, Фатима. Вау. Как күшті ғой. Цветіміз мінеки, көк цвет. Ура! Фатима, көк цвет шықты ғой. Суымыз да көк түске айналып кетті. Сай өзіне ұнап жатыр, главный, я, Фатима? На жаққа, главный тебе, чтоб, да? Сол жерге жібере салшы, көрейік. Қараңыздар. Мынасы күшті көпіреді екен, я, Аружан? Екеу соқса жатыр. Аружан, мынасы күшті көпіреді екен, я? Алдыңғылары онша емес көпіретін еді ғой, көпірмейтін еді ғой. Мінеки көк суға айналдырып алдық. Енді Фатима өз ойнайды баласымен. Шомылып шықты мінеки. Аяқтар қат-қат. Аяғым деп жатыр. Ал. Короче, үйде көк цветтің бәрін тауып атырық енді. Сіздер үшін көгеріп атырық, көгеріп. Аружан Фатиманың шашын буайын деп жатыр. Резинкаң түсін көрсетші. Көк. Туф, қандай көк. Дұрыс не қылмайсыңдар ма? Шашын фенмен кептіріп, Фатима деген. Енді ойнауға келді. Мінеки нандай күшті корзинасына өзінде бар ойыншықтарды салып келді. Ішінде мінеки. Мынауын енді көкке жатқызасыздар ма, жатқызбайсыздар ма? Хаги-ваги. Айтыңыздар комментарияға. Жатқызбасаңыздар, ладно. Оны ары қарай ала тұр көрсетейін. Сосын бағана сатып алған ойыншығы. Мә, ұста. Сосын міне мынау. Улиткасы. Лягушка. Лягушка емес қой, улитка. Просто я его называю гусем. Мынаны сіздермен распаковка жасаған, естеріңізде болса. Ішінде көк цвет болғаны кейін бұны Не алдық. машите, вот здесь синим. Ішінде көгі бар деп алдық. Вот здесь тоже синим. Мынау вообще күшті. Қазір мен сіздер көрсенші қалай жүретін. Қазір тәтем ойнайын деп тұр ғой. Мінеки мынаны басасың ғой, я? Зуылдайды ғой. Енді не жаққа жібереміз. Тағы жаңа бір ойыншық қалды ғой ішінде.
міне мынау. Мынау Мұстафаны қырқынан шығарған кездегі не дейтін еді? Ұмытып қалдым, короче, ішіне конфет салып береді. Бомбонерка ма, сондай, короче. Бомбаренка. Бомбонеркасы. Не істегелі отырсың? Мына мультикті көріп отырып, ойыншықпен ойнап, Қазақстан шоколадын жеп отырады, иә? Ай, рахатай, рахатай. Сонымен не істейміз, Фатима, енді подписчиктеріңе не дейміз? Достарым, хош сабонында сендерге бұл ролик надыман. Лайк басыңды, колокольчик басыңды. Түсті таңдаңдар комментарийда. Келесі қандай түс болсын, жазыңдар. Қандай жаз, бірақ легкий жазыңдаршы. Это еле-еле соқты алдық. Иә, соқты, әрең таптық, көк түсті соқты, иә? Иә. Аха, сау болыңыздар. Пока-пока.